Сәлем баршаңызға, сіздермен дәрігер Бағзат Сейтқазұлы. Бүгін мен осы видеороликта сіздерменен тауық етін жемеңіз деген мәселесін сөйлесетім келеді деген соң ғой, сөйлескім келеді. Жалпы тауық етін сіздер не үшін жемеу керексіздер? Бәрі оп-оңай. Өздеріңіздің көздеріңіз жету үшін мен сіздерге тауық етінің экспертизасы бойынша қандай заттар анықталған, тауықтың құрамында қандай біздің ағзамызға кері әсеретін тигізетін заттар бар, қандай заттардан доғар қылып тиюіз, осы мәселесін бәріңізге көрсететін боламын. Мысалға, өте керемет фильм бар, оның аты «Корпорация еда» деп аталады. Сол фильмді сіздер міндетті түрде көруге мен кеңес беремін. Бұл фильм біздің әлемде, осы дүние жүзінде көп мемлекеттерде тыйым салынған, көруге болмады. Өйткені бұл фильмде адамдардың көзін ашатын заттарды айтады. Мысалға, кішкентай бала не үшін сиыр етінен қайтыс болған? Білесіздер ғой, Америкада гамбургер деген зат бар. Сол гамбургер деген затты ішінде көптеген зиянды заттар, бактериялар болғаннан кейін, кішкентай бала сол гамбургерді жеп көз жұмады. Сол әке-шешесі былай айтқан кезде шағымданып, государствоға шағымданады, жаңағы гамбургер сататын организацияға шағымданып, өздерінің апелляциясын беріп, жаңағы исследование жасатқызып, сөйтіп анықтаған кезде, өйткені ол еттерінің құрамы дұрыс емес болып шығады. Осы мәселесінде көптеген материалдар бар, видео. Мысалы, көріп тұрғандарыңыздай, мына фильмді «Корпорация еданың үзіндігі», «Корпорация еда» деген фильмі үзіндісін қарап отырыңыздар. Ал мен қазір сіздерге осы тауық етінің не үшін біздің ағзаны өлтіретін сол мәселесінде сөйлесетін боламын. Жалпы қараңыздар, бұрында 1950 жылы Америкада тауықты өндірген кезде, өсірген кезде 120 күннің ішінде өсіреді екен, ойлаңызшы. Получается, организация, компания немесе фирма тауықты шығаратын, өсіретін, тауық етін сататын бір тауыққа 120 күн жұмсайды екен. Қазір 2022-ден бастап, 2009 жылдан бастап, қателеспесем, тауықтарды небәрі 41 мен 48 күннің арасында шығарады, ойлаңыздаршы. Ондай тауықтар қалай вообще пайдалы деуге болады. Ал енді ең қызығы бұл жерде неде? Тауық етінің экспертизасы бойынша ең бірінші анықталған зат ол мышьяк деген зат. Бәрілеріңіз білетін шығарсыздар, мышьяк деген не? Мысалға, стоматолог дәрігерлер жақсы өте біледі мышьякты неге қолданады. Мысалға, тістің пломбасы бар, болмаса басқа заттары бар, неше түрлі химиялық заттарды қолданады. Мұсы химиктар біледі, мышьяк не екен. Ал енді не үшін тауықтың етіне мышьяк қосады дейтін болсаңыз, тауыққа розовый оттенок беру үшін, күлгін цвет беру үшін, тауықтың еті бұзылмас үшін, тауық ісіну үшін жалпы осы мышьякты қосады деген. Ал мышьяк біздің ағзамызға өте токсичный зат болып табылады. Мысалға, әшейін Google-ға бүйтіп жатсаңыз, вред мышьяка деп жатсаңыз, қандай запрос шығарып береді сізге? Қараймыз, міне, длительное воздействие мышьяка дейді. Ұзақ уақыт егер мышьяк сіздің ағзаңызға түсетін болса, ол рак ауруына алып келуі мүмкін дейді. Ол біріншісі. Содан кейін кожаный аурулар, тері ауруларына алып келеді дейді. Содан кейін установлена также его связь с сердечно-сосудистыми. Мына қан тамырлы жүйесінің аурулары, инфаркт миокарда, ОКС болсын, не болсын, жүрек ауруларына алып келеді. Содан кейін сахарный диабетке алып келеді. Ал қазіргі таңда не үшін бірінші орында өлім санымен осы ССС ауруы, ССС дегеніміз сердечно-сосудистая система орысшасы, осы қан тамыр жүйесінің ауруы бірінші орында, рак ауруы ең алғашқы топ үштің бірінде тұр. Не үшін? Өйткені біз химиялық заттар, сіздер даже не жеп жатқанымыз, сіздер емес, вообще жалпы да Қазақстан болсын, СНГ-да тұратын адамдар болсын, біз қазір не жеп жатқанымызды өзіміз білмейміз. Өйткені составтарына үңіліп қарамаймыз. Ешкім зерттемейді бұл заттарды, дұрыс па? Не үшін? Сізде
кожаный проблемалар пайда болады. Не үшін сіздің бетіңіз дақ болып кетеді, безеулер шығады, не үшін қолдарыңызға псориаздар пайда болады, аяқтарыңызға, тізелеріңізге жаралар шығады. Бәрі оп-оңай. Түсінген шығарсыздар енді. Ал енді тағы қызық зат айтайын сіздерге. Ал енді екінші зат, тауықтың экспертизасында не тағы анықталған? Антибиотиктар анықталған. Антибиотик дегеніміз, ол білеміз, адам ауырып жатқан кезде, инфекция басқан кезде, температура көтеріліп ірін болған кезде антибиотиксіз адам жазыла алмайды. Ал не үшін тауыққа антибиотик береді дейтін болсаңыздар, тауықтар ауырмас үшін, түсінесіздер ме? Болмаса ауырып тұрса да бактерияларын өлтіріп, сол тауық 41 күннің ішінде өсіп шығусын постоянно антибиотик беріп отырады. Ал антибиотиктің побочный эффекттерін білетін шығарсыздар, мына жерден ашып оқып көрсеңіздер болады. Жүрек жағынан қандай побочкасы бар, бауыр жағынан қандай побочкасы бар, аллергия жағынан қандай побочкасы бар, бауырға қандай зияны бар, осының бәрі, пожалуйста, міне жазылып тұр. Кейін үшінші зат экспертиза бойынша не табылған? Бинандрил, содан кейін ацетаминофил, содан кейін прозак деген антидепрессиялық ауруларға қарсы дәрілер анықталған. Бұдан не айтсаңыздар болады енді, айтыңыздар. Ойлаңызшы, прозак. Прозак деген, мысалға мен жақында фильм қарадым. Сопрано деген фильм. Сол Сопрано деген фильмді, мафия туралы кинода, главный герой, жаңағы персонажы, бірінші рөлді ойнайтын, сол өзі бастық болады, и өзінің проблемалар көп болады. Енді мафияда болғаннан кейін ода проблема көп болады жалпы адамда. И психотерапевтке барып бастайды ол кісі. И психотерапевтке барып жүрген кезде оған прозак жазып береді. А прозактан кейін білесіздер, либидосы түсіп кетеді да, и былай айтқан кезде әйелімен неге түсе алмай қалады. Төсек қатынасына, өйткені эрекциясы төмен болып кетеді. Сол сияқты прозактың ол бірақ побочный действиясын айтып отырмын мен. Эрекцияны төмен түсу, бірақ одан басқа көп побочный действиясы бар. Экранда көріп тұрғандарыңыздай, мысалға. Возможно, дейді, со стороны ЦНС дегеніміз ол центральный жүйке жүйесі, нерв орталық жүйке жүйесінің ауытқулары болады екен прозактың кесірінен. Ол мысалға тревожность, тремор, тревожность деген жаңағы өз-өзін жайсыз сезіну, өз-өзіне жер таппау, жындана беру, ұйқы келе береді, басыңыз ауырады, ұйқыңыз дұрыс болмайды. Осының бәрі банально тамақтан келіп жатыр. Мысалға тауық етін жейтін болсаңыз, сол симптомдар байқалуы мүмкін сізде. Не үшін? Өйткені составында тауықтың прозак бар. Содан кейін со стороны пищеварительной системы дегеніміз ол біздің ас қорыту жүйесіндегі проблемалары. Мысалға диарея мен тошнота. Білесіздер ғой, диарея дегеніміз іштің өтуін айтады. Тошнота дегеніміз құсқымыз келіп жүрегіміз айнуы мүмкін. Содан кейін со стороны обмена веществ, обмендік процесстердің бұзылуынан бізде көп терілей беріп, тершең болуларыңыз мүмкін. Содан кейін гипогликемия, сіздің сахарыңыз түсіп кетуі мүмкін қаныңыздағы, и жалпы тершең боласыз. Содан кейін репродуктивный система жағынан, жаңа мен айтып кеткендей, қарсы, мысалы әйеліңіз болсын, күйеуіңіз болсын, оған былай айтқан кезде желанияңыз болмайды, либидоңыз түсіп кетеді. Содан кейін аллергияңыз пайда болуы мүмкін, кожаны сып, зуд дейді, мысалға денеңіз қышуы мүмкін, қызаруы мүмкін, бөртуі мүмкін. Және де ең қызығы бұл жерде қараңыз, буын ауруына алып келуі мүмкін екен. Осының бәрі осы побочный эффекттері прозактың. Ал енді тағы қандай қызықтары бар? Төртіншіден кофеин береді екен тауықтарға. Не үшін кофеин береді? Тауықтар ұйықтамас үшін. Ұйықтамай азаннан кешке дейін тамақты жей беру керек. А ол немен тамақтандырады болатын болса, органически, болмаса не органически, ГМО қосылған соялар мен кукурузалар. Ойлаңызшы, былай айтқан кезде химиямен өскен соя, кукурузамен тамақтанады. Ол химия болғаннан кейін оның жейтін заттың бәрі не болады? Оның денесіне сіңеді.
тауық отравленный болады, тауық уланған тауық болады, түсінесіз ба? Содан кейін ол тауық өте тар жерде, мысалға мынандай листочек болса, осы листочектің көлемінде жерде отырады тауық, ойлаңызшы. Мына жерден ешқайда кете алмайды ол. Осы жерде ғана бір тауыққа осындай жер береді. Сол кезде ол не жүре алмайды, не жүгіре алмайды, отырады, тамағын құя береді, тамағын жей береді, суын құяды, суын іше береді, антибиотик береді, химиялық заттар береді. Ана тауық деген сол кезде 41 күннің ішінде мынандай болып семіріп кетеді, түсінесіз ба? Ал етінде мышьяк бар, антидепрессант бар, антибиотик бар, және химиялық көптеген заттар бар. Сол үшін тауық еті ең арзан ет болып есептеледі. Бірақ та Америкада ойлаңызшы, 1 килограмм тауық еті $4 тұрады екен. $4 дегеніміз өте аз. Олардың көлемімен есептейтін болсақ, ол вообще су тегін деген сөз. Бізде $4, білмеймін, там бір 1,5 теңге болатын шығар, 2.000 теңге. Бірақ Америкада 2.000 теңге деген ол ашейіннандай пыль сияқты көрінеді. Олар үшін $4 ештеме емес. 1 килограмм ет, ойлаңызшы. Не үшін соншалықты арзан? Өйткені заводтары үлкен, осының бәрін тез 41 күннің ішінде өндіріп шығаратын болса, конечно, выгодно болады, оларға көп сату керек қой тауықты. Ал жалпы қорытындылай не айтамын сіздерге? Егерден дендеріңіз сау болуларыңыз келсе, аурудан аулақ болғыңыз келсе, кожаны ауру, псориаз болсын, дерматит, атопический дерматит, вульгарный болсын, қандай болсын, кожаны проблемалар көріп отырсыздар, тері ауруларына алып келеді, жүрек ауруларына, диабетке алып келеді. Сол себепті тауық етінен, особенно магазиннен сатып алынатын тауық етінен аулақ болыңыздар, вообще жемеңіздер, өйткені оның бәрі сплошь рядом дейді, орысша айтқан кезде полностью химия. Ал егерде сіздер дұрыс тамақтанам дейтін болсаңыздар, онда кәдімгі үйдің тауығын алып жеңіздер, ол 1000 есе пайдалы болады. Өйткені ешқандай химия жоқ өздеріңіз өсіп жүрген тауықтарда. Олар далада жүреді, өздері ағзаларына керек заттың бәрін теріп жейді. Құрт-құмырсқа болсын, шөп болсын, құм болсын, тас болсын, өзі білгенін жейді. И өзіңіз беретін таза бидаймен өседі, ол тауық сізге пайда алып келеді. Бірақ егер деніңіз сау болам дейтін болсаңыз, жалпы айтқан кезде үй жағдайындағы, болмаса фермадағы тауықтарды алып сатып алып қолдансаңыздар керемет болады. Ал егер дұрыс тамақтану мәселесіне кіретін болсақ, мен сіздер үшін арнайы видео іліп қойдым. Төбедегі ссылкаға бассаңыз, сол видеоға өтіп қарайсыз. Өмірлеріңізді өзгертетін видео өте маңызды, өтіп қараңыздар. Ал егер сіздермен консультацияма жазуларыңыз келсе, осы описание астында менің телефон номерім бар. Соның WhatsApp-ына жазсаңыздар, сіздер ақылы түрде консультацияға маған тіркеле аласыздар. Сіздерге ауруыңыз бойынша консультировать етіп, лечениеңізді, диетаңызды жазып беремін. Ал егер сіздерге осы видео ұнаған болса, қызық болған болса, каналға тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіз. Сіздермен болған мен дәрігер Бағзат Сейтқазыұлы. Сау болыңыз.